Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан. Бүгінгі менің видеомда сіздерге бос уақытымды қалай өткізетінім жайлы түсірген едім. Қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Сәлем достар, мен қазір Конькибежный мұзайдын алуға келдім. Мұнда өте керемет. Маған өте ұнады. Ауа райы да, бірақ барлығы маған қарап жатыр. That's okay. Алау мұзайдын сарайы бұл кәсіби спортшыларға да, әуесқойларға да спортпен айналысу үшін кешенді мұз сарайы. Алау мұзайдыны достарыңызбен көңіл көтеруге, әсерлі уақыт өткізуге таптырмас орынның бірі. Сәлем достар, мен қазір мастер-класс айтуға дайындалып жатырмын. 11-ші сынып оқушылары келіп жатыр, артыңызда қарасаңыздар, өте керемет. Бос уақытымда 11-ші сынып оқушыларына ұлттық бірыңғай тестіні қалай сәтті тапсырудың өз кеңестерімен бөлісетін мастер-класс жүргізген болатынмын. Кезінде шайдайын 75% бұрынғы пробныйлардағы есептер келеді, 25% жаңа база болды қосылады. Бұл мастер-класс Дарын академиясында өткен болатын. Менімен бірге Назарбаев университетінің үздік студенттері оқушыларға өз кеңестерін айтқан еді. Бұл мастер-класстың тиімді өтіп, оқушылардың көңілінен шықты деген ойдамын. Достар, Астанада алғаш рет ересектер мен балаларға арналған батут паркі ашылды. Бұл Думан ойын-сауық кешінде орналасқан. Егер достарыңызбен уақытты әдеттегіден тыс өткізгілеріңіз келсе, міндетті түрде высотаға баруға кеңес беремін. Қызарып кетті, өте қатты ұнады. Достар, егер сіздерге қызық болса, төменде комментарияда ссылкасын қалдырам, осы уақытыңызда барып келулеріңізге болады. Келесі күні модельный агентствода фотосессия өткен болатын. Қалай бой түзеп, түрленуді үйренген едім. Ал бұл Астана медицина университетінің музейі. Университетінің тарихын, жетістіктерімен таныстым. Ең алғашқы анатомия кітаптарынан бастап университеттің профессорлары ашқан жаңалықтарын білдім. Өте қызықты, онымен қоса танымды болды. Достар, мен қазір сабақтан шықтым. Үйге бара жатырмын. Міне. Ал бұл мастер-класста біз оқушыларға математика сабағына дайындалу жолын көрсетіп, есептерді оңай шығару секреттерімен бөліскен болатынбыз. Қазіргі күнде біз Астана қаласының мектептеріне барып, 11-ші сынып оқушыларына ұлттық бірыңғай тестіні сәтті тапсыру кеңестерімен мастер-класс ұйымдастырудамыз. Жақында сіздердің де мектептеріңізге барып та қалатын шығармын. Достар, видеом соңына жетті. Егер сіздерге ұнаса лайк басып, төменде сұрақтарыңызды қалдыруларыңызға болады. Сіздермен болған Айжан, көңілді күндерде жүздескенше достар.